Баршаңызға сәлем, бұл Family Day каналы Стамбулға саяхат 3-ші бөлім. Бүгін біз Топкапы сарайын аралаймыз. Топкапы сарайы Айя София мешітінің жанында орналасқан. Кей деректерде бұл жерде Византия елінің қоршау қамалы орналасқан делінеді. Бұл императорские ворота. Бұл арқылы сарайдың бірінші ауласы Янычарлар ауласына кіреміз. Жалпы сарай толықтай 4 ауладан тұрады. Бірінші аула сыртқы Янычарлар одасы. Бұл аулаға қарапайым халық еркін кіре алған және мұнда көптеген мейрамдар тойланған. Сонымен қатар бұл аулада Айя Ирина шіркеуі орналасқан. Бірнеше жылдар бойы бұл шіркеу қару сақтайтын қойма болған екен. Бұл шіркеу Айя Софиядан да ерте салынған екен. Қазір туристер үшін бұл жер музей. Осы Янычарлар ауласынан ішкі аулаға кіру үшін билет аласыз. Кассаның жанында Топкапы аудиогид приложениесінің QR-коды тұрады. Соны сканерлеп приложениені жүктеп алыңыз да, сол арқылы сарайдың әр бөлмесі туралы ақпаратты өз тіліңізде тыңдап жүресіз. Кассадан билет алған соң ворота приветствие арқылы екінші дворға өтіп, бәріміз көргіміз келетін гаремге жүреміз. Ал енді гаремді аралауды бастайық. Мұнда сіздерге жуыну бөлмесін көрсетіп жатырмын. Мұнда ойлаңыздаршы, 15-ші ғасырда ванна, джакузи, унитаз салған ғой. Келесі бөлме бізде балтаджылар бөлмесі. Бұл бөлмені көбіне наложницалардың бөлмесімен шатастырады. Бірақ бұл сол наложницаларды қорғайтын, күзететін ер адамдар балтаджылардың бөлмесі екен. Мұндай бөлмедегі көріністерді Великолепный век сериалынан өте көп көргенбіз. Және де бұл бөлме расында наложницалардың бөлмесіне өте қатты ұқсайды екен. Көріп тұрғандарыңыздай мұнда ошақ бар, отыратын жерлер, көрпешелер, және де бұл бөлмеде де екінші қабат бар екен. Топкапы сарайында наложницалардың өздерінің бөлмелеріне кіруге тыйым салынған. Олдан бір байқағаным, түріктер өте көп темекі тартады екен. Бұл олардың ата-бабасынан қалған секілді. Себебі Топкапы сарайында осындай хор тартуға арналған целый бір бөлме бар. Қараңыздаршы. Мұнда кәдімгідей отқа, шоққа жағып, сұлтандар осылай хор шегіп тартып отырған екен. Топкапы сарайында жуыну бөлмелері, хамам, дәрет алатын жерлер өте көп, және де әр қызметшілер тобына жеке-жеке өздерінің хамамдары болған екен. Қараңыздар, мұнда дәрет сындыратын жер. Сол заманның өзінде осындай сапалы етіп жасалған. Бөлек қол жуатын, бөлек аяқ жуатын жерлер, және сонымен қатар арнайы орындықтар, және де баспалдақтары бар, төмен түсетін осындай бассейн секілді жуынатын бөлмелер хамамның ішінде өте көп. Келесі бөлме, бұл жерде музыка бөлмесі. Мұнда Осман империясы дәуіріндегі музыкалық аспаптардың кейбір бөліктері қалған екен. Келесі бөлмеде осы Константинопольді жаулап алған Мехмед 3-ші сұлтанның Мекке Мединаға жыл сайынға аударып отыратын ақшасы сақталған шкафтар орналасқан бөлме. Бұл жерде сіздерге гаремдегі наложницаларға, ханымдарға қызмет еткен қара нәсілді қызметшілер, түріктер каралар деп аталған, сол кісілердің бөлек арнайы жатақханасы екен. Бұл жерде олардың прототипін құрастырған, ол кездегі түрлері осындай болған екен. Гаремдегі қыздарға бұл кісілерден басқа еркектер жолай алмаған. Тіпті тамақты да сыртқа асханадан осындай үстелдерге тепсилер, көріп тұрғандарыңыздай суреттегідей табақтармен әкеліп осы жерге тастап кеткен екен. Ал каралар оны осы жерден алып кетіп, жаңағы наложницалардың бөлмелеріне, ханымдардың бөлмелеріне апарып берген екен. Міне осы үлкен табақтар арқылы. Ал бұл гаремдегі ең маңызды бөлмелердің бірі сұлтанның анасы Валиде сұлтанның бөлмесі. Великолепный век сериалында естеріңізде болса, Хюррем мен Махидевра бұл бөлмені алу үшін таласатын. Расында таласуға тұрарлық өте әдемі бөлме. Өзінің жеке қонақ күтетін жері, жатын бөлмесі, және сонымен қатар басқа гаремдегі хамамдардан бөлек өзінің жеке арнайы бөлек үлкен хамамы бар. Яғни тек Валиде сұлтан ғана бұл жерде шомыла алған, және бұл жердегі жуынатын жерлердің материалдары өте қымбат мрамордан жасалғаны көрініп тұр. Өздеріңізде көріп тұрған боларсыздар, өте әдемі жасалған.
Келесі сарайдағы маңыздары ең әдемі бөлмелердің бірі тронный зал. Мұнда сұлтан діни мейрамдарды және шет елден келетін елшілерді күтіп алумен айналысқан екен. Тақтың төбесінде тұрған сеткалы терезелерден сұлтан өзі қатыспаған жиналыстарды білдіртпей уәзірлердің не айтқанын тыңдап тұру үшін қолданған деп жатады. Сұлтанның тағының оң жағында орналасқан бұл дивандарда сұлтанның әйелі анасы отырған екен. Көп адамдар бұл жерде великолепный век сериалында Хюррем билеген зал деп ойлайды екен, бірақ бұл зал Сүлейман сұлтан қайтыс болғаннан кейін барып салынған екен. Ал залда тұрған бұл айнаның артында құпия есік бар дейтін болжам бар. Келесі бөлме Мұрат 3-ші сұлтанның бөлмесі. Бұл өте әдемі жеке бөлмелердің бірі. Оны салуға Мұрат 3-ші сұлтан өзі атсалысқан екен. Бөлменің қабырғасын қоршай аятул күрсі сүресі орналасқан. Бұл бөлменің ішінде сонымен қатар фонтан ағып тұрады. Ол фонтанның даусының қатты шығатыны соншалық сұлтан оны естіп қоймас үшін құпия әңгімелерді сол фонтанның жанында айтқан екен. Бұл жерде сіздерге мен сұлтанның фавориткаларының жатақханаларын көрсетіп жатырмын. Яғни олар осы жерде қарапайым наложницалардан биік сұлтанның фавориткалары осы жерде тұрған екен. Өкінішке орай бұл жерді жауып қойыпты, туристерге көрсетпейді. Сіздерге сыртынан осылай түсіріп алдым. Ал қазір сіздерге көптен күткен жер Золотой коридорды көрсетемін. Бұл жердің олай аталу себебі сұлтан шетелдік елшілермен жақсы келісім жасайтын болса, осы коридордың екі жанында тұрған қызметшілерге алтын тиындар шашып өткен екен. Сондықтан бұл жер алтын жол деп аталған екен. Ал сериалда бұл жерді наложницалардың сұлтанға баратын жолы ретінде көрсеткен. Бұл лестница барлығыңызға таныс шығар. Бұл Джеффри Калфаның бөлмесіне апаратын лестница екен. Және осы сарайда көтеріліс кезінде көтерілісшілерге осы екінші қабаттан шоқ тастап Мехмет сұлтанды аман алып қалған екен. Топкапы сарайының келесі ауласы ислам мәдениетіне арналған музейден тұрады. Ол жерде қағбаның кілттері орналасқан және сонымен қатар бұл жерде сізге Мұса пайғамбарымыздың алейхиссалам ағашы аса таяғы ұстаған және Яхияның қол сүйектері және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тапан ізі, зиратына жабылған матаның бөлшектері және алғаш жазылған Құран кітаптарының бірі сақталған музей бар. Және де сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның сақалының қылшықтары салынған осындай майда флаконды да музейдің ішінен кездестіре аласыз. Және де су болмай қалған кезде таяммум жасаған тасы да осы музейдің ішінде қойылған. Сонымен қатар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қару-жарақтары да осы музейде көрсетілген. Онан бөлек пайғамбарымыздың аяқ киімдері де музейде қойылған. Және де халиф Абу Бәкір радиаллаху анху, Умар радиаллаху анху, Осман радиаллаху анху және Али радиаллаху анхтың қару-жарақтары да соғыс кезінде сол заманда қолданған осы музейде көрсетілген. Мына жердегі екі айырбасты қылыш Али радиаллаху қылышы болып табылады. Және сонымен қатар пайғамбарымыздың жақын достарының бірі сахаба Алланың қылышы аталып кеткен Халид ибн Валидтің де қылышы осы көрмеде көрсетілген. Бұл ислам мәдениетіне арналған музейден шыққан жерде осындай керемет терраса бар. Бұл террасаны великолепный век сериалында көрсетеді. Хюррем Сүлейман осы жерден Босфорға қарап тұратын. Ал бұл музей Осман империясы кезінде билік құрған сұлтандардың киімдеріне арналған музей. Яғни ол киімдердің бірнеше түрі, бірнеше дизайнда ұсынылған. Сонымен қатар ханзадалардың да киімдері осы музейде ұсынылған. Естеріңізде болса, великолепный век сериалында Мұстафа ханзадаға қастандық ретінде кафтанға у жағатын. Міне бұл сол кафтандар. Мінекей менің Топкапы сарайы бойынша экскурсия видеомның аяғына жетті. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал келесі видеода Босфор бойымен саяхат жасап, Стамбулдың базарларын аралайтын боламыз.